Тораға, мен сізге қайырлайын деп кеттім біле. Сіз бүгін ұшыл токен энергетика комитетіне тапшырма беріп қойсаңыз протоколдық. Мына ұшыл комитеттен біз чечим шығарып келсек, ұшыл жерден комиссия түссек, мына ол өкіметтің өкілдерден, мына күч структуралардан тұрған депутаттық комиссия түзіп, энергетика тармағын біз мындай қылдат менен қарап шықпасақ, бүгін қарап шықпасақ ертең кеч болып қалады. Мына ушул тармақта біз жақшы білеміз. Жемқорлық, коррупция, мына ушул тармақтың башаламандығын жақшы білеміз бардығыз. Қанчалаған чиновниктер мына ушул коррупцияның айынан бүгін түрмеде отырады. Ошондуктан бүгін біз мақтанып отырмыз. Мына касса 1000 ишке түссе біз электроэнергияны экспортқа шығарабыз деп. Бүгін мына ушул электроэнергия, энергетика тармағы жалпысынан кризиске келіп тақалып атат. Бүгін қарайлы ошону. Энергхолдинг бүгін кереги барбы, жокпу? Болбоса министерство кылып түзүшүбүз керек, энергетика министерство кылып. Анан ошондуктан мына кече мына жерде ошо Энергхолдингдин жетекчиси 120 депутатты алдап, жалпы кыргыз элин алдап, жоготуунун пайызы 11,4% отат. Дебитор 40%ке түштү деп отат. Кече мына комитеттин жыйынында орун басары мен буга ишенбейм деп отат. Мына орун басары туура сүйлөдү. Бүгүн 20-25%тен кем эмес потеря жоготуу. Мына ушул тармактагы башаламандыкты бир жөнгө салыш үчүн мына ушул депутаттык комиссия түзүп, орууну жашырсаң өлүм ашкере дейт. Мына бүгүн ачык карап чыгайлы.